Қайырлы күн баршаңызға. Менің бүгінгі күнім осылай басталды. Мен Жетісу облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Текелі қалалық филиалында оқытушы болып жұмыс істеймін. Тәртіп бойынша меңгерушімізбен жиналысымыз болып, атқарылған және атқарылатын істер туралы мәлімет бердік. Ал бұл мен өзімнің сүйікті кабинетіме келіп, тақырыптық күнтізбелік жұмысыммен танысып, қарап, сабаққа деген дайындықты бастап кеттім. Бүгінгі сабақта түрлі тапсырмалар мен ойындар болады. Ал бұл А1-2 тобының тұрақты тыңдаушылары. Сабағымызды сергіту сәтімен бастадық. Мақсатымыз тыңдаушылардың көңіл-күйін көтеріп, сабаққа деген қызығушылықты арттыру. Бүгінгі тақырыбымыз отбасы. Тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен танысып, тыңдаушыларға жеке тапсырмалар үлестірдік. Ақылды указканың көмегімен әрбір сөзбен танысып, ол сөздерге жеке-жеке сөйлем құрадық. Түрлі тапсырмаларды орындап, тыңдаушылардың сабаққа деген белсенділігін арттырдық.